Армысыздар, эфирде Қорғаныс министрлігінің онлайн брифингі. Алдымен өткен аптаның негізгі оқиғаларына қысқаша тоқталып өтейік. Еліміздің қорғаныс министрі генерал-лейтенант Нұрлан Ермекбаев Алматы мен Жамбыл облыстарына жұмыс сапармен барып қайтты. Сапар барысында министр Тілендиев кентіндегі бітімгерлерді даярлайтын орталықта Ливанға кететін кезекті контингенттің әскери қызметшілерімен кездесті. Әскери ведомство басшысы Алматы мен Гвардейск гарнизондарында танк пен десанттық шабуыл бригадаларының жауынгерлік даярлығының барысымен танысты. Іле полигонында әскери тактикалық атыс сабақтары тексерілді. Өткен жылдан бері әскерлердің жауынгерлік даярлығына бұл даярлық түрі белсенді енгізіліп келеді. Гвардейск гарнизонында Нұрлан Ермекбаев танк бөлімшелерінің сабақтары мен оқу алаңдарының инфрақұрылымын тексерді. Алматы мен Гвардейск гарнизондарында орналасқан артиллериялық және бронды танк қару-жарағын сақтау базаларының объектілері тексерілді. Ерекше назар аударғаны қару-жарақты сақтау, әскери техниканың күзетілуін ұйымдастыру, өртке және диверсияға қарсы қауіпсіздік болды. Қорғаныс министрі әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлерінің кезекші күштерін күтпеген жерден тексерді. Тексеру нәтижесі елдің әуе шептерін күзетуде жеке құрамның қырағылық деңгейінің жоғары екенін, әуе шабуылына қарсы қорғаныс кезекші күштерінің және құралдарының міндеттерді орындауға әзірлігін көрсетті. Алматыда генерал-лейтенант Нұрлан Ермекбаев Құрылық әскерлері әскери институтының басшылығымен кеңес өткізді. Оқу орнында қорғаныс министрі институттың дамуының негізгі кезеңдеріне арналған тарихи ескерткішті ашты. Қорғаныс министрі Алматы гарнизонында әскери қызметшілердің отбасы мүшелерімен жұмыс істейтін қызмет өкілдерімен кездесті. Бұл ретте министр олардың көмек көрсету мен әлеуметтік мәселелерді шешу жөніндегі қызметпен танысты. Қорғаныс министрінің орынбасары генерал-майор Мұхамеджан Таласов Өскемен, Семей, Аягөз және Үшарал гарнизондарына жұмыс сапармен барып қайтты. Мұхамеджан Таласов әскери қалашықтардың тұрғын үй коммуналдық қорын, сонымен қатар мерзімді қызметтегі әскери қызметшілердің әлеуметтік тұрмыстық жағдайын, әскери техниканы сақтау және қызмет көрсету орындарының жай-күйін тексерді. Министрдің орынбасары Аягөз гарнизонында әскери зейнеткерлермен кездесіп, оларды толғандырған сұрақтарға жауап берді. Қорғаныс министрінің блогына 5 азаматтан өтініш түсті. Бұрын түскен өтініштердің 6-ауына жауап жарияланды. Өткен аптада заң департаментінің кол орталығында 10 қоңырау шалынып, олар пысықталды. Осы орайда азаматтардан келіп түскен сұрақтардың басым бөлігі тұрғын үймен қамтамасыз ету, бала күтімі бойынша демалысты рәсімдеу, нормативті құқықтық актілерді түсіндіру шеңберінде болды. Пандемия білім беру жүйесі мен ұйымдарының жұмыс режиміне айтарлықтай өзгерістер енгізді. Бұндай өзгерістер Қорғаныс министрлігінің оқу орындарына да өз әсерін тигізді. Елордамыздағы әскери мектеп оқу процесіне және тағы да басқа мәселелер туралы Жасұлан Республикалық мектебінің бастығы полковник Басқожаев Тілеухан Қалилайұлы айтып береді. Сәлеметсіз бе, Тілеухан Қалилайұлы? Сәлеметсіз. Тілеухан Қалилайұлы, карантин жағдайында мектеп ұландарымен білім алу қалай жүргізілуде? Әрине, қазіргі таңда орын алып отқан жағдай біздің де мемлекеттік оқу орнымызға үлкен өзгерістер енгізді. Одан бірден бір оқу процесіне қазіргі сабақ беру барысы бізде онлайн қашықтық форматта, Zoom жүктемесі және күнделік жүйесі арқылы жүргізіліп жатыр. Бірден бірі кері байланыс, мұғалім мен ұстазбен тәрбиеленушінің арасындағы байланыс. Осы жүктеме арқылы бәрін бақылап қарап отырмыз. Ал оқу процесін бақылау қалай жүзеге асырылады? Оқу процесін бақылауы біз қазір 3 сатылық деңгейге қойдық. Оның бірден бірі ұстаздың өзінің сабақ беру мұғалімнің, екіншісі бұл куратор және мектеп рота офицерлері, жеке құрам және білім бөлімінің қызметкерлерімен құрылған мониторингілік топ. Бұл топтың бірден бір мақсаты беріліп отқан білімнің көлемі, сапасы, үй жұмысы, соның барысын бәрін анықтап, соның бәрін қарап отыру. Айтып отқан одан кейінгі екінші ең маңыздысы бұл кері байланыс, ұлан мен мұғалімнің қай деңгейде толыққанды, қай көлемде үй жұмысын орындаған жайлы бұл кісілер соны бақылап отырады. Одан жоғарғы сатымыз жаңағыдай біздің IT маманымыз,
IT маманының бұл біздің әлеуметтік желі бірыңғай болғалы, оның мүмкіндігі бар. Байқап, бақылап, қай ұлан, қай тәрбиеленуші, қай көлемде орындады, сабақтан кетті ма, шықты ма, соның бәрін байқап, мұғалімнің қойылған бағаларын бәрін байқап, талдап, күнделікті бізге баяндап отырады. Жақсы. Тілеухан Қайұлы, енді Жас ұлан республикалық мектебінде негізгі пәндерінің бірі ол дене шынықтыру, әскери дайындығы, ол негізгі пәндерінің бірі болып саналады. Сол пәндерді осындай қашықтықта қалай өткізесіздер? Қазіргі таңда шынымен біздің мүмкіндіктер шамалы шектеліп қалды, практикалық жүйеде бұны өткізу. Сол үшін бірден бір ол онлайн режимде, ол күнделікті дене шынықтыру, жалпы дене шынықтыру жаттығу бәрін орындайды. Ода бірден бірі уақытысына аптасына 3 рет сынақ қабылданып, баға беріліп отырады. Оның бірден бір белгісі, ешқандай біздің балдарымыз босанысып қалатқан жоқ. Биылғы республикалық әскери патриоттық айбын конкурсында біздің тәрбиеленушілеріміз бірінші орын алды. Қорғаныс министрінің тарапынан бағалы сыйлықтар, грамоталар алып, үлкен жолына жақсы өздеріне көмек жасады деп сенеміз. Сабақ жағынан келсек, бақылайсыздар, сабақтарын оқиды жалпы. Ал мына мәдени жағынан, әлде тағда тәрбие жағынан бір сабақтар, әлде бір тағда іс-шаралар өткізесіздер ме, әлде оған тыйым салынған ба? Әрине біздің өзіміздің медиа жоспарымызға байланысты біздің толыққанды бұның бәрі орындалып жатыр. Ол бірден бір ашық сабақ дәрістер, конференциялар, біздің танымал тарихи тұлғаларымыз жайлы, мысалы Абай кештері өтті, Жамбыл Жабаев бабамыз жайлы, Әлихан Бөкейханов, Ыбырай Алтынсарин, биыл сол бір кезеңдердің бәрін біз атап өттік. Мысалы жақын арада өзіміздің шымкенттік әріптестерімізбен Батыр бабамыз Сабыр Рахимов генералдың тақырыбы болды. Өте бір жақсы ашық пікірталас бір кеш өтті. Сол үшін бұндай жұмыстар ешқандай тоқтап жатқан жоқ. Бұдан бөлек әлеуметтік желіде өзіміздің Instagram сайтымызға ол жерде де психологтың рубрикасы деген өзіміздің бөлімшесі бар. Ол жерде балдарға задачалар беріліп отырады, ата-аналарға сұрақ, сауалнама жасалып отырады. Не өзгерткісі келеді? Мысалы бірден бір сұрақтар, мысалы оқушылар не өзгерткісі келеді? Ата-аналардың көзқарасымен, сырттағы көзқараспен, оның бәрін біз бақылап, байқап, баға беріп отырамыз. Республикалық мектепте жаңартылады деген ақпарат бар. Сол биылдан бастап оқу орнына қабылдау жұмыстары бұрынғыдағыдай бола ма, әлде өзгерістері бар ма? Ағымдағы жылдың 9 ақпанында қаулысы шықты. Біздің республикалық әскери мектебіміз әскери колледж, Қорғаныс министрлігі әскери колледжі болды. Одан қазіргі енді сіздің айтып отқаныңыз қабылдау әскери қағидалары қазір оның бәрі бекітуде, жоғарғы біздің қолбасшылығымызда бекітуде тұр. Мен енді ойламаймын бір қатты өзгеріс болады деп. Бірден бір енді бұл талабы бізге қоятын ол біздің еліміздің патриот азаматы болу керек, психологиялық тұрғыда, кәсіби тұрғыда өз қалыптасқан жас азамат болу керек, физикалық, медициналық, жаңағыдай өзінің дәрігерлік жағынан жағдайы дұрыс болып, сондай азаматтар оның бір қатты өзгеріс одан болады деп ойламаймын. Жақсы, Тілеухан Қайұлы, сізге осындай жауап бергеніңізге рахмет. Рахмет сізге. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Қазақстан әскерінде болып жатқан соңғы жаңалықтар туралы Қорғаныс министрлігінің сайтында, Telegram ресми арнасында және біздің әлеуметтік желілерінен оқыңыздар. Сау, саламат болыңыздар. Don't you